Сәлем достар, бүгін сіздермен Pinduoduo сайтында жалпы обзор жасаймын, яғни мен өзім қалай товар беріп жүрмін, қандай белгілеріне қараймын, не істеймін деген сияқты. Міндетті түрде видеоны соңына дейін көріп, тамашалап, лайк басуды ұмытпаңыз және каналға тіркеле кетіңіз. Ең бірінші өзіме ұнайтын товарларға кіріп, оның доставкасына бірінші очередь қараймын, себебі маған тез жету керек және сапасына дегеніміз отзывтарына қарасақ болады. Осындай аяқ киімдердің жақсылап отзывтарына да прям суреттерін салып жіберетін кездерде болады отзывтарында. Жаман отзывты алдыңғы видеода көрсеткенмін, бұл жерде жоқ екен, қалай көру керектігін. Және бұл жақсы магазин, бренд деп жаңды өздеріңізге ұнап жатса, магазинге міндетті түрде тіркеліп қоямын. Себебі алдағы уақытта маған сол магазиннің товарлары шығып тұру үшін. Ол үшін мына жоғарыдағы плюс батырмасын басамыз. Бастық. Және осы жерде ең бірінші доставкасы. Маған осы аяқ киім ұнады. Доставкасы 11 сағатта сізде упаковка жасап жібереді. 24 сағаттың ішінде сіздің көрсеткен складқа жеткізіп беруіне гарантия береміз деген мағынаны білдіреді. Осылай әрбір товарды көрсеңіздер болады. Және осы жерде скрин жасап аударып алсаңыздар болады. Бұл жерде материалы қандай, және құрамында қандай нәрселер бар деген сияқты осы жерлерге жазып қояды. Осылай әрбір товарды көреміз және өзімізге сохранить етіп қойсақ болады. Шығып, тағы да бір көрсетейін. Мына бір товарға ұнады. 19 сағатта упаковка жасап жібереді екен, 48 сағатта гарантия сізге жеткізіп беруіне. Отзывтары өте көп екен, кіріп көріңіздер. Осындай жерде материалдары нақты қандай жақындатып көрсеңіздер де болады. Және жаман отзывты көрсек, 11 штук отзыв жазған екен. Міндетті түрде скриндаймыз және аударамыз. Основном негіз киімдерге көптеп жаман отзывтар келеді. Міндетті түрде киім аларда оның барлығын тексеріп алыңыздар. Осылай әрбір товар ұнаса, өзіңізге сохранить етеміз. Қазір мен сохранить етпеген товарды көрсетейін. Мінекей, мына жерде жүрекшені басамыз. Өзімізге сохранить етілді. Және профильге кіреміз. Жүрекшенің орнын басамыз осы функцияны және сохранить етілген товарларды осы батырманы басу арқылы өзімізге әрбір товарды таңдап алып, общий заказ береміз. Бұл дегеніміз әрбір товардан сізден 2 юань алатын болған қазіргі таңда, соның общий зат таңдап алатын болсаңыз 3% және общий затқа 2 юань ғана алады. Әрбір товарды жеке жіберетін болсаңыз, әрбір товарыңызға 2 юань үстінен қосылып, сізге шығын кетіру мүмкін. Осылай әрбір товардың осы жерін басып, таңдап заказ берсеңіздер болады. Пайдалы ақпарат болды деп ойлаймын. Сұрақтарыңыз болса комментарийға жаза кетіңіздер. Міндетті түрде видео түсіріп сіздерге түсіндіретін боламын.